Тамаша, ет қалай болып жатыр? Ет дәмді ма? Ойна, тойда отыратын қонақтарға сіздерге қарап мен жаман қызығам. Сіздер любой тамақты ыстықтай жейсіздер. Мен қазір той басқарып жатырмын, тамақ ішіп уақыт жоқ менде. Қазір сіздер үлкен үзіліске шыққан кезде сіздерден қалған қатып қалған пішірмақ жейді. Ет қалса қалып, қалмаса о да жоқ. Баяда бір официант қыздар ыстық тамақ таратып жатыр, соларға айтамын ғой. Ана жерде музыкант пен тамаданың столы бар. Бізге де өтініш ыстық тамақ әкеліп берсеңіз десем, ана қыздар не дейді? Ой ағай, тұра тұрыңызшы дейді. Біз ең алдымен дейді, ең алдымен адамдарға беріп алайықшы дейді ғой, представляете? Сасқаннан жүгіп барып, айнаға қарап, ұсқыным не болып жатыр. Сондықтан да барша құрметіміз, ізетіміз сіздерге арналып, астан дәммен алып отырыңыздар. Бекмұрат, Мадина, қалайсыңдар? Ой, красавчик. Мадина, қалайсың? Көңіл күйің жақсы ма? Сен уже біздің үйден келіп барасың дейсің ба? Сен біздің үйде уже бүгін қонбайсың дейсің ба? Мынамыздың уже кететінімізді осылай ғой. Күліп отырып мынамыз. Бекмұрат, қалайсың, жақсы ба? Көңіл күйің қалай? Үйленген қалың екен. Иә, білмейсің ба жақтан екіп тұрған сен. Ертең үйленгеннен кейін үйдің иесі кім болады деп ойлайсың? Бекмұрат? Өзім дейді. Ой, мына шапалап отырғандаршы. Өзім боламын дейді. Мен боламын дейді. Молодец сен. Мен де үйленген кезде сүде ойлағам. Ақасы бәрі басқаша болады дейді. Бекмұраттың қасындағы ұл жолдас досың ба? Қойшы. Родной ма? Бәсе, көріп тұр. Бірақ сен бүкіл андай акиматта істемейсің ба? Сен күнің акиматта істемейсің, сандай бар ма? Тек тендермен айналысады. Жұмысқа бармайды, тек бүкіл шыққалардың бәрін моншада шешетін браттар бар ғой. 15% артқа қалады. Ондай емес. Кішкентайынан бір көзін атқан досың ба? Молодец. Бұл түрі ойынғыстан тауып алған сенсің ба? Сағатың бестіңнан көрсен. Айналайын, құдашаңыз жақсысың ба? Сіз Мадинаның тұрмысыз ба? Атыңыз кім? Айболат? Ақниет? Құдай жүрді. Қош келіп атсың. Ақерке? Молодец. Нешінші рет мынадай қызмет атқарып атсыз, қыз жолдас болды. Бірінші рет, молодец. Үшеуден артық мұндай қызмет жасама. А то профессияң болып көрдің. Ертең өзің сүйгенін тауып, бақытты болып кетіп барады. Жастарға бір дұғыл шабалақ әулеттерінде алғашқы той уайымдап жатыр. Кішкене бір қолдау, қолпаштау білдіріп жіберейікші. Шабалақ құрмет қошеметтеріңізбен келіңіздер ортаға. Үй, құдай жүректерім. Эдуард аға, қош келіп жатсың айналайын. Ақшеңеше, красавица. Сізді мен бірінші рет көріп тұрмын. Ойлап қоямын, Эдуард ағамның үйде жеңешем қандай екен деп. Оказывается, красавица екенсіз. Қалай, брат, жақсысың ба? Маған тартқан? Ой, шықты ма? Не айтып тұрсың? Кішмат бен тұрсың. Чуть-чуть қатайтып тұрсың ғой, неге? Расслабься. Ішетін беді, Қалаш апа? Ішетін беді? Рұқсат бершешін да балаға. Шөлдеп отырмын, көзді қаталап. Ана достарына қарап қояды қайта-қайта. Бұл үйренген ауыз, бұл шеберек десің. Бұлай істейікші, мына жерде бір 250-дей қонақ отыр. Біріңізге амандасып үлгеріп жатыр. Біріңізге көңілдеріңізді аулап үлгеріп жатыр, үлгермей жатыр. Бәрі ойлап жатқан шығарсыздар, ойбай ма, Эдуард пен қарлық ашып той жасап еді тегі. Амандаспай әлде андай оқыпты ғой. Келіп амандасса айтады деп. Сондықтан да мұнда сіздер көпсіздер асып-сасып жатқан жайымыз бар. Қазір тойдың иесі Эдуард ағамыз баршаңызға қол бұлғап сәлем беріп өтеді. Сіздер шапалап құрмет қошеметпенен той иесінің сәлемін қабыл аласыздар. Келістік па? Олай болса, шапалап құрмет қошеметтеріңізбенен ақ жүрек шын ниет пейіліменен дастархан жайған той иесі Эдуард ағамыздың сәлемін қабыл алыңыздар.
құтты болсын. Эдуард, президент сұрсы. Қандай цементный заводтың ашылуына келеді ғой президенттер. Біткеннен кейін сразу жабылатын завод қана. Ал, олай болса, очаровательная, прекрасная, несравненная Ақженеше. Сумкада не бар екен? Иығына тағылаш, вообще. Неге осындай сумкамен жүрмейсің, Эдуард? Өзіңізге күш жарасады екен. Былай істейік, Женеше, сізге задача по-другому. Сіз Парижда өтіп атқан неделый высокий модадағы Қазақстаннан келген жалғыз моделсіз. Фигураңыз 90-60, 112. 112 қаяқта болады өзі? Сізге подиуммен жүріп көрдіңіз ба? Модель ұстап дейді. Көрсетейін ба, примерно? Жүрем мен, неге жүрмеймін? Көрсетем, сіз қарап алыңыз. Примерно андай ғой. Олай болса, шапалақ, құрмет қошеметтеріңізбен встречаем наша очаровательная, несравненная, красивая Қарлығаш ханым! Очаровательная, прекрасная Қарлығаш ханым. Ойдалай күшті көйлек киіп алсыздар шапа. Әшен әйел адамдар көздеріне күшті көйлек киіп алады. Наваясы әлі бұл стойдағы күшті. Бұлар қазір еще екінші киім ауыстырады. Пока аяғында туфли, қазір екінші столда кроссовка киіп алады. Или домашний тапочкамен жүреді. Соған таңғаламда ендігі 25 мың теңгеге лакированный туфли алады да тойға барады. Тойдың аяқ жағында домашний тапочкамен жүреді. Неге сразу домашний тапочкамен келе бермейсің дейді. Ауырады, мен түсінемін бала. Өткенде бір киноға ойнап 3 сағат бір әйелдің рөлін ойнайын деп туфли киіп едім 3 сағат бойы. Варикозым шығып кетті ғой мен. Таңғаламда қалай жүресіздер таңнан кешке деген. Сондықтан да той иелері баршаларыңызға сәлемін жолдады. Сіздер сәлемін қабыл алдыңыздар. Олай болса, той иелері ешқандай уайымсыз, ары қарай өздері сіздермен бірге әңгіме дүкен құрып, бір дастархан басында тойды қызықтайтын болады. Дастархан басында жайғаса көріңіздер. Рахмет, Эдуард аға, үйге кете беріңіз. Жеңеше, иди покурейік. Ойнайтын. Жеңешем шықпейді демек. Жеңешемдікі айтыс. Ал, қадірменді ағайындар, совет үкіметі кезінде қай мерекеде парадқа шығады деді, естеріңізде ма? Қай мерекеде парадқа шығады деді? 1 май, сосын 7 ноябрь, сосын 9 май, сосын 7 май. Тек қана көшеден алып жүресіздер ма? 1 майда қандай ұрандар айтылады деді, естеріңізде ма? Мир, труд, май, сосын День Победы, пері. Біріншімде қайдағы День Победы? Сосын, бейбітшілік күні жасасын. Сосын, главный лозунг «Ура, друзья!» Қолдарыңызға орамалдарыңызды алыңыздар. Қазір екі жастық тілектейміз, әр тілек сайын «Ура» деп ұрандатамыз. Келсіз ба? Олай болса, Бекмұрат, Мадина, тойларыңыз құтты болсын! Ура! Бекмұрат, Мадина, Құдай берсе, келесі жылы кішкентай нәрестелі болсын! Ура! Бекмұрат мен Мадинаның ғұмырлары ұзақ, махаббаттары баянды болсын! Эдуард ағамыз бен Қарлығаш жеңешеміздің шаңырағында тек қана той болсын! Жастар бақытты болсын! Эдуард, Қарлығаш, Горько! Өле айтамыз. Екеуі қаяқта жүресің? Точно Горько қылып атқан жоқ па екеуі?
Олай болса, қадірменді ағайындар, дүбірлі домалақ тойларыңыз құтты болсын. Енді орындарыңызда отырып бір керемет ойын ойнап жіберейік. Ана жерде подаркалардың бәрін алып келуге кім бар ма? Көмектесетін кім бар еді? Осы жерде бір осы ауылдың қыздары, інілері бар ма? Бауырлары. Қазір бір керемет әлемдік хиттарды біз қазақша нұсқасын сіздерге жасырамыз. Сіздер оригинал нұсқасын табу керексіздер. Келістік па? Слушаем внимательно, участвуем активно. Поехали! Ақ раушан гүл, тікенегі қорғансыз. Ақ раушан гүл, тікенегі қорғансыз. Кім? Кім? Кел ортаға, шық қарындас. Кел, билеп шығамыз. Шабалақ құрылайды, қошемет. Ойбай, абайлар, сен вообще ұшып тойда қарағым-ау. Сен үйде жатпайсың ба құрсын? Кім мынаны істеген? Қайсы фигуранты бұзған? Қаяқта, тұр орнынан. Сұмырай, не болды сонша? Молодец, атың кім? Перизат. Перизат, кім болып келіп жатсың мына тойға? Мадинаның бөлесін. Мадинаның бөлесін, ана күйеу бала ма? Молодец, и главный правильный ответ. Белые розы, белые розы. Ойбай, простительно, болады. Шабалақ құрмет қошеметтеріңіз. Ойбай, сонша билеген кезде алған подаркың мынау енді. Құтты болсын айналайын. Қашан бұйыртса деп жатсың? Келесі ай. Кетші. Соңғы топтарың ғой примерно, да? Одан кейін үйде жатасың ғой, да? 5 ноябрь бір той бар. Мынау ұштып. Сен көшеш қарағыма, мынау не жүрсің ке? Сен 5 ноябрьге жетпейсің ау осы? Сен мына жүрсің 26 пұп қалатын сияқтысың таңғы жетте. Маған келсең, картотекіңді алып, месе врачың, ладно. Айналайын. Сен бала анаға көмектесіп отыр. Көмектесіп отыр. Нема? Ішпен жатуды армандап жүрсің ба? Мен де тұңғышым Ерланды босанған кезде ішпен жатуға армандағам. Мына балаға қиын, мама. Туғаннан кейін 40 күн. Ладно. Қаңғырып кетейін деп тұрғансың құмырай. Өтірік баланы жуған сияқты болып. Мен сен қарап жүрем, бөлегеу. Шашын жылам мен сен баланы түсін ойлайтым. Ал, слушай, дальше, внимательно. Пах, шіркін неткен келіншек. Пах, шіркін неткен келіншек. Құдаша. Қаяққа кетіп барасың үшін? Бәрі құдаша сағыншы. Ой Алла. Құдаша, атыңыз кім? Есімім Ардақ. Ардақ, құдай. Жолдасыңыз бар ма осында? Жоқ. Сен құтыруың жаман етсің, құдаша. И правильный ответ. Ах, какая женщина. Уйвай! И болды, все, успокойся, все. Ты очень возбужденно ведешь себя. Например, құдаша. Аман жүрайын. Дальше, слушаем, внимательно, участвуем активно. Поехали! Ай-ай, гүлдер. Ай-ай, гүлдер. Кім айтты? Жеңешесіз ба? Келіңіз ортаға. Сонша билегенде жауап көрсіміз дұршыздар. Ойба. Мен бана сізді бар ғой, физрук па деп балтым бар ғой. Андай физруктар свисток тағып атын еді ғой. И правильный ответ. Ой, тасқау. Сен өзі тыңдадың ба, қарағым? Тыңдашы аға, мына қызға қайттан тыңдашы құрсын. Тыңда. Ай-ай, гүлдер. Ай-ай, гүлдер. Сіздің атыңыз кім? Гүлмира айналайын, отыра ғой, видео. Просто қасында күйеуім бар сияқты ғой да? Вообще соң мен билей алмай тұр, мен өлетін жай жоқ менде. Маған үйге амайсың қайту керек бүгін. Правильный ответ? Цветы. Луна, цветы, спасибо. Мынау орамал бүгін күйеуім керлейді, соны сүртіп отыр. Ішке адам керлейді ғой негізі. Ал, слушай внимательно, поехали. Құдайым-ау, қандай еркек. Ойбай, осы әңгімесі бүкіл қатып отырады. Құдайым-ау, қандай еркек дейді. Женеше, иди ко мне. Құрышып шықтың ба тойға шығарда? Неге настроениеңіз жоқ? Точно, нормально болған түрің ба? Правильный ответ. О боже, какой мужчина.
Дальше айтишь курсом. О боже, какой мужчина. Я хочу от тебя, сын. Ой, что? Мама, мне не докажусь там просто. Камиде уақыт жоқ десең. Атыңыз кім? Елнұр, это правильный ответ. Күйеуіңіз бар ма? Қаяқта? А жоқ па? А келмеді ма? Шыннан күйеуің естімесіз. Будем еркекке, я хочу от тебя свидаться, спорт. Слушай внимательно, поехали. Пах, ән салып би билеген той. Пах, ән салып би билеген той. Кел, рахмет. Атыңыз кім? Бақыт. Түш. Гаишниктер, сендерге жертва тауып бердім. Пополам, брат. Машинамен келіп тұр еще. Так, правильный ответ. Кім? Айқыны кім? Причем тут Айқын? Тыңдашы мына балағым, вообще. Тыңдашы. Пах, ән салып би билеген той. Қайдағы Айқын? Не алдың тұрсын? Мына вообще карантиннен кейін ет шығып тұрса ау деймін үйден, иә? Отыра ғой, отыра ғой. Сам қалсын. Ішкеніңді біліп бұл жерде орысша хит өлеңдер, қазақша жасырылып тұр. Кел ау, көп билет бер, жауабын ұмытып қалады. Ахета свайплай деген ба? Менде неге сұрақ тұрсың, өзің шығып тұра жүрсің. Бұл жерден шошаңдап билеп шықтым. Оның затына менде сұрақ тұрсың, оны мен саған айтатын болсам, мен затқа шастырып отырмын. И правильный ответ? Ахета свадьба. Правильный ответ! Рахмет, жеңеше бүлде толтырып жүре беріп. Сығанның қыздары ұқсап күйініп алыпсыз. Сіз осы базарда бала ашпайсыз да? Өткенде менің апамды біреу қонақ кетті. Осындай цветочный көйлегі болды дейді. Еще шашы сары болды дейді. Сен что-то подозревать етесің? Гаишниктер, тағы бір тема шықты. Ұрын ұстадым десең, и ойнайтын. Рахмет. Дальше. Слушай. Есепші, менің сүйкімді есепшім. Есепші. Бүгін қара болып кепсіз. Қара жамылып. Че, настроение жоқ па не? Сіз кім болып келесіз? Атыңыз кім? Мен Аделя, Карлығаштың семейный достарым. Семейный достарым. Жеңеше, и правильный ответ? Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Ах, он такой простой. Браво! Как все схвачено, хорошо? Подружкасы деген ан жақтан хабар берді. Дұрыс подарок берді. Негізі бәріне орамалдарды таратып жатыр едік. Рахмет, айналайын, Ақбөкен, аман жүр. Далее, слушай, поехали. Кішкентайым менің, мен сені сағынамын. Бірақ сенен хат алмадым. Кішкентайым менің, мен сені сағынамын, бірақ сенен хат алмадым. Келемін! Рахмет, құсым. Екі шошаңдап билеп жүрген бір түрлі боламыз. Атың кім? Дамир. Кім болып келесің? Гаишник. Эдуард. Эдуард ағамның інісі едім, бірге жұмыс істейтін едік деп әңгіме айтып тұрған жоқ па ма? Сразу гаишник. Үйленгенсің ба? Бойда? Бәсе біліп едім. Энергияңды шашатын жер таппай отырсың ғой кәдімгі. Саған срочно үйлену керек, а то көзіңе шығып кетті. Кел оған, шабала құрмет. Дұрыс па? Правильный ответ. Дружка моя, я по тебе скучаю, я тебя письма не получаю. Брат, саған срочно үйлену керек, брат. Мына түріңмен болмайды, сен вообще. Сен скоро құсадан кетесің, құсадан. Мынау вообще страшно ғой мынау деген. Мынау тек қана таяқпен жүре бермесін, шеш құрсын. Жігіт қызым бар ма жүріп жүрген? Неге? Хотя пластмассовый қыз жоқ па? Пластмассовый Басты выходной бермейді? Басты выходной бермейді? Эдуард? Эдуард, қаяққа? Мынаған
қандай өсіш па? Бірақ бұған ұшақтың беш, бірінші күн танысақ, екінші күн құдатсақ, үшінші күн үйренеді. Үш пысақ, төртінші күн ажыраса салады. Молодец, дальше, слушай. Қанның тобы жеңіңде, сенің реттік саның жеңіңде. Ханның тобы жеңіңде, сенің реттік саның жеңіңде. Келе бар. Рахмет, атыңыз кім? Рабиға, кім болып келесіз? Қарлығаштың подружкалары. Правильный ответ. Группа крови на момент. Сол ғой. Бұл әнді қанышер қыздар ғана табады. Ойнайтам, келе бар. Ойнадым. Біздің қарлығаш шешеміздің подружкасы екен, да? Мынау сізге. Рахмет. Қандай қуанбайсыз ба, эмоция білгісіз. Подарок көптім деген ондай жоқ. Мен сізден бойдақсыз ба деп сұрағанда жоқ. Мен бойдақ емеспін деп маған өзіме жоқ. Қарлығаш подружкаларға айтшыш, маған өзі тиісіп жатыр ғой. Қарлығаш, мен бірдеңе дедім ба мынаған? Сен отырып алып не деп жатсың ба Қарлығашқа? Макс, кім вообще не айтсам? Сенің ба? Мен құсты ресторанның хозяиніма деп едім ғой. Қалған 50% төлейсіз ба деп айтып жатқан деп. Отыра беріңіз. Подружкаңызға бір рахмет, ризамын ойнадың. Аман жүріңіз. Молодец. Далее, последний, слушаем. Шие, қысқы шие. Кел, билейміз. Атыңыз кім? Гүлжан. Яуыз. Вообще, технический шығып кеткен сияқты ғой. Біреу сұраса, қыз жақты кім дей салам деп тұр ғой. Кім болып келесіз? Коллектив. Коллектив? Қойшы. Чем вы занимаетесь? Дәрігер? Кетші. Қандай дәрігер? Гинеколог? Жоқ, рентгенолог. Ол қаяқта жұмыс істейді сонда рентгенолог? Өкпені. Молодец. И правильный ответ? Вишня, зимняя вишня. Молодец. Ногам жұмыста коньяк жейді. Ондай емес па? Негізі дәрігерлер тым болмаса бет жетпейді ғой, рас па? Жоқ, қазір ма за рулем? Всегда? Вообще ішпейсің ба сонда? Точно, Қарлығаш? Ішпейтін адамдардан сақ болу керек. Рентгенолог ханым, құдай жүрек, аман жүрек, ішпе. Бәркелді.